Yüzü var Айдахар. Құйрығында жазу бар міне. Қолың ысыды, денеңе ток жүрген сияқты болып, сондай бір керемет әсерде болды. Бишара қарапай халық енді осындай мошенник аферистерге сеніп қалады. Ондай тастарды ұстаған кезде ол адам күйіп те қалуы мүмкін. Лицензия, сертификат аласыз, пожалуйста, сіз емшісіз. Емшілік қасиетін анықтай алмаса, біз оған басымызды кесіп алсақ та сертификат бермейміз. Осы киімдер қалды. Осыдан басқа балаңыз жөнінде сыр шертетін сізде қазір еш нәрсе жоқ болып тұр ғой. Оны ұрлаған адам әкесі болады. Менің көзқарасым бойынша Ақеркенің что-то не то да, бір нәрсе дұрыс емес. Что-то не то емес. Тепкілеп ойларына еністеп, басыма кеп, үлкендер етіп тексіп. Біз Марат Қожақұловты іздеп таптық. Баланың негізі былай айтқанда жүректе үрей болған, қорқыныш. Әкесі не себепті өз ұлын анасынан ұрлап алып кеткен? Бұның бір сөзіне сенбеңдер. Өтірік, жала. Ондай жағдай болған жоқ. Ақерке, сабырлық танытыңыз. Өліп қалатса, аштан. Ренжіме, возможно болса алып кет баланы. Өзің қаның көтеп. Бұған қай бетінен айтып отыр. Жатсыз. Қанша еркекпен көрдіңіз 4 жылдың арасында? Ой, их же много, то пошло. То привозят, то отвозят. Сіздерді бұл әйелдің сөзімен жезөкшеге теңеп жатыр. Бұл түрлі адамдармен жүре береді. Продукты, нан-пан әперсе болды. Біз қазіргі таңда баланы асырап, бағып, қағып отырған ананы таптық. Өте оңбаған адам. Өтірқаны көзіңе күлі қарайды, сол баланы аламаудың амалын істеді. Марат өз ұлын неге өзгеге беріп жіберген? Баланың анасы тастап кетті деді. Балаңыздың дауысын естігіңіз келе ме? Иә. Дайынсыз ғой? Мен әлі естінде соның дауысы. Студияға сіздің балаңыз Нұрбақыт келіп отыр. Болсын, таным да мені. Кіммен бірге өмір сүргім келеді? Нұрбақ, мен саған сенемін.